Бірде-бір жігіт күні бойы сайраңдап, орманнан отын әкелуді ұмытып кетіпті. Онысы тек кешкісін есіне түсті. Қараңғы түскеніне қарамастан, жігіт арбаға отырып, орманға қарай тартты. Жап-жарық айлы түн ішінде жігіт отын жарып жатыр. Дүрс-дүрс еткен балтасының тарсылы қараңғы орманға тарап кетті. Сол орманды Шурале деген жауыз шын мекен ететін. Шурале балтаның тарсылынан оянып: «Менің орманымда қараңғы түнде отын жаруға батылы жеткен кім екен?» деп ойлады. Шурале тоғайдан шығып, жігітті көріп: «Ей, жігіт, сен немене орманымда отын жарып, менің ұйқымды бұзасың?» деп сұрады. Ал жігіт қорықпай: «Менен сұрайтын сен кім едің?» деп жауап қатты. «Мен Шурале деген орман иесімін. Кімдегім мені ең дегенде бір рет көрсе, сол міндетті түрде өлуі тиіс. Менің қағидам сондай. Мен адамдарды құттықтап өлтірем. Енді саған да батырып, қазір күлкіден өлуіңе тура келеді. Ха-ха-ха!» деді. Оған күліп қарап: «Күлкіден өлу азап емес. Алдымен жұмысымды бітірейін. Көмектесіп жіберші, бөренелерді арбаға тиеу керек» деді жігіт. Шурале жігіттің батылдығына қайран қалып, көмектесуге келісті. Жігіт бөрененің жарылған жеріне сына енгізіп, қақты да Шуралеге: «Бөренені алып, арбаға қарай апар» деді. Жын бөренені көтеріп алып еді, оның ұзын саусақтары жарылған жерге кіріп кетті. Жігіттің күткені осы еді. Ол балтамен бөренедегі сынаны соғып, шығарып жіберді. Жарылған жерге жынның саусағы қыстырылды да кетті. Шурале ауырғаннан зарлап баж етті. Босатып алмақ болып жұлқынып еді, қайда? Ауыр бөрене оның ұзын саусақтарын қатты қысып ұстап тұр. Шурале айғай салып, жігітке босатшы деп жалына бастады. Жігіт болса жынға сенбей тұр. Жіберсе, Шурале оны міндетті түрде өлтіретін айдай анық. Ал содан кейін орманға келгеннің бәрін қоймай өлтіре береді. Жігіт үйіне жиналып еді, Шурале оған: «Есіміңді айтып кет. Басыма түскен зәбір үшін кімге алғысымды айтатынды білгім келеді» деп айқайлады. Жігіт: «Мені өткен жылы деп атай бер» деп мырс етті де кетіп қалды. Шурале ойбайлап, бақырып, ормандағы ағаларын шақыра бастады. Жын ағайындылар жиналып келіп, сергім босатып: «Сені ренжіткен кім? Тауып алып кегін аламыз» деп шулады. «Мені өткен жылы ренжітіп кетті» деді Шурале. Жын ағайындылар күліп: «Сені өткен жылы ренжітсе, онда неменеге енді ғана ойбайлап жатырсың» деді. Жігіттің оны алдап кеткенін түсініп, ұятқа қалғанын сезіп, Шурале ну тоғайдың түбіне тығыла жөнелді. Содан бері адамдарды құттықтауды қойыпты.